Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге баклажаннан осындай өте дәмді салат жасаймыз. Бұл салат ретінде де және ыстық тағам ретінде де жүре береді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Ең алдымен қызып тұрған майымызға жуамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай сарғайған кезде үстінен болгар бұрышымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз, шамамен 10-15 минуттай. Мінекей болгар бұрышымызбен біздің пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді үстінен 4 бұрыштап туралған қызанағымызды салып, оны да жақсылап араластырып, шамамен 20 минуттай қуырып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып қуырылып жатыр. Енді біз үстінен бұның баклажан салатын боламыз. Баклажанымызды ең алдымен 20 минутқа тұзды суға салып қойып қоямыз турап. Содан соң барып баклажанымызды осы салатымызға салатын боламыз. Мінекей осындай кір суы шығатын болады. Оны салып жібермеңіздер. Ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Қорықпаңыздар, жабысып қалады деп өзінің суы бөлініп шығады. Дәміне қарай тұзымызды және қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, шамамен 1 сағатқа баяу отта қалдырамыз. Дайын болуына 10 минут қалған кезде ұсақтап туралған сарымсағымыз бен кинзамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кинзаны қосу міндетті емес, қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көре аласыздар. Мінекей достар, біздің осымен баклажан салатымыз дайын. Ыстық тағам ретінде де, әрі салат ретінде де банкаға жапсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, өз ойларыңызды қалдырып, лайк басып отырыңыздар.